Ассаламағалейкум. Екі бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Қазақ тілді арнамызды қолдап, каналымызға, видеоларымызға лайк басып, және достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, бұқа байлайтын достарыңызбен. Видеоны көрместен бұрын каналға жазылып кетіңіздер, жазылуды ұмытпаңыздар, жазылмаған кісілер. 5,5 ай бұйырса, бұқаларымызды 4-5 күннен кейін Алматыға тиейік деп отырмыз. Бойнаға апарамыз. 5,5 айдағы нәтижеміз осы. Көріп бағаларыңызды бересіздер. Қанша келе салмақ басатын жазып кетсеңіздер болады. Енді күн суытады, Алматыға апару үшін жолда тайғақ болып кетеді. Сол үшін ертерек шығарып жіберейік деп тұрмыз. Мына жақта мына бұқа шығады. 3,5 ай болды бұның байланғанына. Бұның аяғы ақсақ қалды. Аяққа жем түскен ба, жоқ па, басқалай қасында бұқа сүзіп жүрген ба, оны білмедік. Бұл да аяғынан ақсап тұр, сол үшін кетеді. Мыналар міне 3,5 ай, бұлар енді тұр, бұлар қалады. 5,5 ай болған бұқадан мына екеуі бар. Осы екі бұқа. Сойдырып болып келгеннен кейін салмағын айтатын боламын сіздерге. Ал енді мына бұқалардың арт жағынан түсіріп өтейік. Сандарын көріңіздер. Қалай семірген туралы бағаларыңыз жазып кетсеңіздер болады. Әр қазақ бай қуатты болсын. Бұқа байлаңыздар, кәсіптеніңіздер, байыңыздар. Міне артқы жақтары бұқаның. Мінеке артқы жағынан сандары, жоталары міне. Мыналарға енді 5 ай 20 күнна үшеуіне алдымен кірген бұқалар, бұрында түсіріліп жүрген. Бірақ 5 күннің аса разницасы жоқ. 5 ай 15 күн. 5 ай 20 күн ғой негізінен. Шығатын уақыт енді бір 4-5 күннен шықса, 5 ай 20 күнде шығады. Енді салмағын тағы айтатын боламыз. Бағасы, ортақ бағасы 220 мыңнан алынған бұқалар. Мыналар міне 1,5 ай болды бұл бұқалардың байланғанына. Бұлар әлі көктемге дейін тұрады бұйырса. Жаңа тиелетін бұқадан мына жақта осы екеуі. 1,5 жасарлар. Міне сан жағы осылай семірген. Ал енді мыналар 3,5 айлық бұқа. Бұлар семіріп тұр. Ет қосу алдында. Бұлар енді әлі біраз уақыт тұрады. Мына бұқа аяғын ауыртып алған себепті бұл бұқаны қосып тиеміз. Бұл міне аяғы ақсап тұр. Не болғанын білмедік. Сосын өкілдері ештеңе істетпедік. Ақыры ана бұқалар сойылатын болғаннан кейін азы кетпей тұрып сойып жіберейік деп шештік. Мынау қасындағы бұқа, бұл да қалады. Бұларда жем шөбіміз бар. Ары қарай баға береміз.
6-7 айға дейін жоспар болып тұр енді. Көктемге дейін тұрады. Жоқ дегенде 2-ші айдың 15-20-ларында шығарамыз деген жоспар. Енді бұлар шыққаннан кейін орындарына подсостарды қоямыз. Оларды бос қоямыз. Бос қойып бордақылаймыз. Енді келесі қорада тағы сиырларымыз бар. Соны түсірем. Оларды алдында түсірілмеген. Оларда семіріп қалды. Бұл бұқалар енді 6-7 кг жем жейді бір күнде. Жоңышқа, шөп, 2 мезгіл су, 2 мезгіл жем шөп. Сондай беріп жатырмыз. Каналымыздан алыстамаңыздар. Келесі қораны көрсететін боламын. Осы келесі қорада бұқаларды сиырды көрсетем деген. Мынау әлгі алдында түсіргем, арқанда аулақты көрім деген. Бұл да таза 1 жастан асты. Мына қорада бордақыланып тұр. Аналар шыққаннан кейін бос орынға кіреді бұл да. Ал енді мына сиырлар, үлкен сиырлар бұлар енді. Бұлар да байланып тұр. 1,5 ай болды. Енді 1 айда шығарамыз. Мынау бір 20 күн болды кіргелі. Мынау да 1 ай болды кіргелі. Бордақыланып жатыр осылай. Сиырлардың жағдайы осы. Міне мына сиырлар міне оңалып қалды. Енді 1 айда дайын болады. Бұқамыз анау әне. Артқы жағынан бой өсіп келеді. Алатау таза. Мына сиырлар осылай міне. Денелері жақсы. Сиырлар енді 200 келен үстінде боқ болады кейін бұйырса. Ақ сиырда денесі үлкен. 7-8 жасар сиырлар ғой шамамен. Бәлкім одан да жоғарыма сатып алған сиырлар енді. Мынау жас сиыр. Негізі сиырды байлағанда жасырағын байлау керек. Өткізгенге дұрыс болады. Кәр сиыр бет алды көп байламаған дұрыс. Өткізу әңгіме. Кәр сиырдың сойғанда да кішкене бағасы төменірек болады. Мынау көктемде кіретін подсостар. Ана қорада енді ана бұқалар шыққаннан кейін кіретін подсостар бар. Дайындалып тұрған. Мынау міне осы жолы кіретін подсостар. Бұрынғы ескі қорада тұр. Күзден бері бағылып тұрған бұлар. Дайындалып жатыр әзір. Енді бос тұрады бұларда. 1-2 ай бос қойып, ары қарай байлаймыз. Кішкене бойларын өсіріп, етін жоғарлатып, сосын барып, басын байлап, матап, ұстап, семіртеміз. Енді көктемде оңалады ғой бұлар енді. Қыста кішкене аз-аздан ғана қосады. Қыста бойы өссе, кішкене еті толықтанса болды. Сосын көктемге қарай ет қосып, бойлары өсіп, құнан бұқалай болады деген үміттеміз. Арнамыздан алыстамай көріп отырған кісілерге осындай шаруашылық бұйыртсын. Бізде болашақта енді шаруашылығымызда өсіреміз, бұдан да көбейтуге тырысамыз деп еңбек етіп жатырмыз. Еңбегіміз жансын. Енді Алладан соны тілейміз. Енді болашаққа үлкен шаруашылық болмаса да бір орта 100 бас, 50 бас дегенге жоспарлап, армандап жүрміз. Енді арманымыз орындалсын. Әр қазақ бай қуатты болсын. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар. Енді ай сайын
15 күн сайын, 10 күн сайын видеолар түсіріп салып отыратын боламын. Бізбен бірге болыңыздар.